Мигрант жатақханасына айнала жаздады. Астанадағы университеттің жатақханасында студент емес 56 еңбек мигранты тұрған. Кең пейілді комендант пайда тапқысы келді ме, кім білсін, сырттан жұмыс істеп келгендерге студент ретінде уақытша тұруға рұқсат беріпті. Ал Алматы облысында нотариустың көмекшісі шетелдіктерді жоқ мекен жайға тіркеп сенімхат рәсімдеген. Қазір сотқа дейінгі тергеу жүріп жатыр. Көші-қон заңын бұзған 1240 шетелдік елден шығарылды. Барлығына Қазақстанға кіруге 5 жылға тыйым салынды. 4,5 мың шетелдік азамат елде болу мерзімін бұзған, 2,5 мыңы заңсыз еңбек қызметпен айналысқан. Оның ішінде 60 заңсыз такси жүргізуші бар. Атап кетсек, бұған дейін жүргізілген арнайы операция кезінде 700-ге жуық заңсыз такси жүргізуші анықталған болатын.